Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Мен Төреханова Айгерім, Найза Лиганысының байетсі. Алдағы болатын Найза жекпе-жегінде өнер көрсететін боламын. Қазіргі таңда дайындық үстіндеміз. Дайындал. Кет, бастаймыз. Ассаламу алейкум. Есімім Айкеш Нұржан, Дартем командасының бас бапкері. Жекпе-жек жақсы өтеді. Біз соңғы жекпе-жегінен кейін мықтырақ қарсылас беріңіз деп сұрағанбыз. Найза бізге жақсы сәкемектерді зерттедік, бойларын көрдік. Айгерім сияқты рубканы жақсы көреді, теші жақсы екен, грэплинг. Бразилияда жаттығу жасайды екен, Бразилияда тұрады екен. Соған дайындық жүргізіп жатырық. Рекорды 4-0 болғанмен шыққан қарсыластары Айгерім сияқты любительский базасы мықты емес қыздар болды. Енді шығып жатқан қыздар болды. Соларды жеңген. Олар андай достойный сопротивление бере алмаған ғой негізі. Бірақ сонда да соперницаны слабый деп айтпаймыз, өйткені білеміз, Бразилияда тұрып, күресіп, ударка жағы да мықты екен. Сондықтан мықты қарсылас деп соған дайындалып жатырмыз. Никакой недооценки нету. Өзіме сенімдімін, өйткені менде енді опыт жеткілікті дәрежеде деп ойлаймын өзіме. Өзімді солай сезінемін. Сондықтан ешқандай қобалжу жоқ, өйткені алда көптеген мақсаттар бар. Оған қазір қобалжып, эмоцияға берілуге уақыт жоқ. Өзімдегі бар данныйды білем и сенемін өзіме. Сондықтан жоқ, олай басым болады деп ойламаймын. Және менсінбеушілік емес, бар өнерді көрсететін болам. Егер 4-0 болса, значит, бірінші жекпе-жек жеңіл болып еді, екінші жекпе-жекте бір қызықты қылып өткіземіз деген ойдамын. Айгерім Төреханова! Бірінші жекпе-жек дебют болғаннан кейін кішкене кіріп, клетканы сезілсін дедік. Ешқандай қателіктер айтқан жоқпын, өйткені адам бірінші жекпе-жекке шыққаннан кейін клетканы сезіну керек, сол атмосфераны сезіну керек негізі. Сол шығып, просто өзіңнің істе, былай айтқанда наслаждайся процессом деп айтты. Шықты, бірақ слишком қолын түсіріп, енді ойнады, жарайды, бірінші жекпе-жек ештеңе кетпеді. Одан кейін сол қолын көтеру, кішкене ударка жағын реттедік. Қазір соперник күресетін жақ, сондықтан күреске де кішкене көп көңіл бөліп отыр. Идея бермейсің. Зені нагло бас өтесің. Масатқа бермей жатырмын, сразу. Ер адамдар бәрібір қыз баласына келгенде енді физикалық тұрғыдан мықтырақ келеді ғой. Сондықтан мен көбіне енді ер адамдармен істегендіктен жарыстан маған қыздармен істеу өте жеңіл болады. Сен олардың ударын особо сезбеймін, өйткені ер адамдардың удары қатты болады. Менің салмағымда бола бермейді, ер адамдар көбіне өзімнен жоғары салмақтағы ер адамдармен тұруға тура келеді, өйткені ұлдардың арасында менің салмағымда енді аз. Сондықтан керісінше өте маған сенім береді деп айта аламын. Тараған, бірақ қазіргі мына заманда көптеген жаңалықтарды естіп жатсыздар ғой. Меніңше керек деп ойлаймын спорт қыздарға. Өйткені өз-өзін қорғай алатын, өз-өзіне сенімді болатын. Жібере сама, до конца.
Покажи. Hamza bagajı. Kırdı, sen takip tursun, ayak izine atar. Vermey turgan кезде o'sha yerdan kolena qilib. Слишком далеко запрыгнул. Максимально ближе к ней и руками сжимать. Да, 15 секунд. Айгеріммен жұмыс жасау қиын емес, өйткені кезінде бір залда тренировка істегенбіз. Одан кейін мен Дартин командасына тренер болып келген кезде Айгерім ең қол астыма келді. Бұрыннан бері бір-бірімізді танимыз. Сондықтан анандай бір-бірімізге арамыз жақсы. Мен тренер ретінде сыйлайды. Мен айтқан нұсқауларды қолданады. Маған сенеді, мен оған сенемін. Сондай не ғой арамызда. Екінші май Найза лигасы балуан шолақ. Біз сіздерді күтеміз. Іштегі шықпай жатқан эмоцияны шығаратын бір қанды жекпесек көрсетемін деп уәде беремін. Короче, мынау голыйлардың линиясы, мынау киім барлардың линиясы, короче. Бір-бірлеріңді бүйтіп тарт, осы жерден тұрып тартасыңдар бір-бірлеріңді. Тартып, линиядан бері шығармау. линиядан мына линиядан асырып жіберсеңдер, уже ана жаққа шығып отырасыңдар, араласпайсыңдар. Жарай ма? Бір-бірлерің бермеу керек. Балақта отырасың. Жарай ма? Қанша соңғы адам қалғанша ғой? Бір-бір линиясынан бірі өтпейді. Қалғандарын кіреміз да, көтеріп алып келіп аласың. Шығып кетесің. Міне бүйтіп тұрасың линиядан. Федик. Бұл капитан. Екі адам дауысы көріп та. Ол Нұрзат менікі. Біреуіміз алдымызда болса артында страховка біреуді ұстап қылып бәрін жауып алып Өзің кетіп қалмау керек, сені ұстап тұру керек та. Арасында ең дәу Нұрзат менікі. Kesin araya gidiyor. Жаттығу жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жекпе-жекке 100% дайын болып шығамыз. Бойға настрой бәрі жақсы. Жаттығу осы залда. Күнделікті өз уақытымен. Дистанциядан колено тығасыңдар, разножкамен тықсаңдар болады. Комбинациямен тықсаңдар болады. Клинч на колено. Помимо этого еще тейкдаун, добивание паттерде. Қалсаңыз. Түсіндер ма? 3 минут бір номер, 3 минут. Дайындал. Тек қана тізе. Комбинациямен қол тақтырдың колено. Разножкамен колено. Разный. Шақпай колено, тайский шақпай. Все, давайте. Бүгін жалпы жаттығу өте жақсы өтті. Тік тұрып, стойкада, отработка, артынан жеңіл спаррингтер істеп алдық. Балалар бәрі жақсы, жақсы формада. Өйткені барлығында бұйырса жекпе-жек осы жақын арада. Және тек қана мен емес, қалған балалар да жекпе-жекке дайындалып отыр. Жалпы өз салмағымда балалар көп, 66-да 6 баладай бар. Әр лиганың жауынгері, Найзада да төбелесетін балалар бар, Алаш Прайдтың балалары бар. Спарринг партнерлар жақсы менде. Опытный балалар ғой.
Ассалаумағалейкум. Бұйырса 2 мамырда Ағарыстың кезекті үміткерлік жекпе-жегі болады Найза лигасында. Қарсылас белгілі. Қарсыласқа қалай қарсы дайындық жүріп жатыр. Қазір бізде бір айдан сәл аса уақыт қалды. Бізде қазір спарринг жаттығулары көбінесе өткен айда физикалық функционалдық дайындығын бәрін пысықтадық. Енді біз спарринг, тактикалық жұмыстар жүріп жатыр. 2 май бұйырса Ағарыстың жақсы версиясында, мықты версиясында шығатын болады. Жақсы жекпе-жек болады. Қарсыласымызда осал емес, өте мықты жауынгер. Сондықтан осы жылдың бір ең мықты жекпе-жегінің біреуі болады дегенге сенемін. Иә, қарсыластың осыған дейін айтқан сөздерін бәрін көрдім. Және Найза лигасына өзі жарқын айтқан, маған тең келетін мен деңгейімдегі қарсыластар жоқ, менен ешкім шықпайды деп. Және өзін білесін, Камалға вызыпты мен тастадым. Және екеуміз де жеңілмеген жауынгерміз. Рекордымызда шамалас. Және отқанымыз бұйырса титулға төбелесеміз, оны лига біледі. Бұйырса осы жекпе-жек екеуміздің деңгейімізді көрсетеді халыққа. Камал бауырым, бұл жекпе-жек маған да саған да поясқа бір қадам. Және бұл жекпе-жекке үлкен жауапкершілікпен қара. Сені 2 мамыр балуаншылықта күтемін.